Bismillah, ikinci sababımız Babul i'rab, i'rab babı. Al-i'rabu huwa tagyiru awakhiril kelim li-ihtilafil avamil ad-dakhilati alayha lafzan aw taqdiran. I'rab degenimiz ol sözlerдің соңғы буынның, яғни соңы өзгеруін айтады. Не себепті өзгереді? Li-ihtilafil avamil ad-dakhilati alayha. Оған әсер етуші факторлардың кіруімен сөздердің соңы өзгеруін i'rab деп атады. Алейхи лафзан ау тақдиран, яғни ол өзгеру қалай болады? Лафзан анық ашық болады. Бейтан, зайдан, бейтун, бейтин. Немесе тақдиран ойда болады, ойда. هذا المستشفى رأيت المستشفى ومررت بالمستشفى. يعني تغيير يكون إما لفظا أو تقديرا. түсінікті. وأقسامه أربعة. оның төрт бөлігі бар. Төрт бөліктен тұрады i'rab. Біріншісі раф'ун, екіншісі насбун, үшінші хафдун және жазмун. Төртеу. Енді насб пен рафтың астын қараймыз. فلل أسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها. Yani есімдерде исімда не болады біздерде? Ар-раф i'rabы, ан-насб және әл-хафд болады. Және жазм болмайды. Түсінікті. Келесі. Валил аф'али мин залика ар-раф'у ван-насбу вал-жазму вала хафда фиха. Ал етістіктерде раф болады, ан-насб болады, жазм болады және хафд болмайды. Демек, есімдерде раф, насб, хафд болады. Түсінікті. Жазм болмайды ол. Жазм тек қана етістіктерде болады. Дәл солай енді етістіктерде раф, насб, жазм болады, бірақ хафд болмайды. Ол тек қана есімдіктерде болады. Түсінікті, осымен аяқталды.